Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін екінші сыныптың қазақ тіл пәнінің 38-ші сабағын өтетін боламыз. Біздің сабағымыздың тақырыбы мәтіннің тақырыбы және мәтіндегі негізгі ой дегеніміз не? Балалар, біз осы тақырып бойынша бүгін сабақ өтетін боламыз. Ендеше 6-шы жаттығуға назар аударайық. Оқы. Менің інім Негеш сияқты көп білгісі келетін, сұрақты көп қоятын бала. Бүгін мені сұрақтың астына алды. Сынып деген не? Сенің сыныптастарың кімдер? Мектепте сабақ беретін кісіні кім дейді? Мен бірден жауап бере алмай, тосылып қалдым. Сен қалай жауап берер едің? Мінекей балалар, осындай бізге жаңағыдай мәтін берілген екен. Оқығаныңның мәтін екенін дәлелде, мәтіннің тақырыбын анықта, мәтінде кім туралы айтылған? Балаларым, оқығанымыз мәтін, себебі мәтін дегеніміз мәтін сөйлемдері бір-бірімен байланысып белгілі бір ойды білдіреді. Яғни біз бұл жерде барлық сөйлемдер бір-бірімен байланысқан. Яғни біз бұл жерде барлық сөйлемдер бір-бірімен байланысқанын, яғни біз бұл мәтінге қарап белгілі бір нәрсені түсіне. Бұл мәтінде білімге құмар, көп нәрсені білгісі келетін кішкентай бала туралы айтылған. Ол барлық нәрсені білгісі келеді. Анау не, мынау не, бұл кім деп барлық жерде қызығушылық білдіріп сұрақ қойып жүретін бала екен. Енді мәтінге жаңағыдай ат қояйық. Балалар, олай болса, біз бұл мәтінге менің інім не болмаса білім құмар бала деп қоюымызға болады. Неге? Себебі бұл мәтіннен баланың барлық нәрсені білуге құмар екендігін, білгісі келіп сұрақ қоятын бала екендігін аңғаралады екенбіз. Енді астындағы ерекшеге назар аударайық. Тақырып: мәтінге баяндалатын оқиға мен ойдың түйіні. Бала, мінекей тақырып дегеніміз осы екен. Біз тақырып қойған кезде мәтінде не баяндалып тұр, қандай негізгі ой білдіріліп тұр бұл мәтінде, біз соған қарап тақырып қоямыз балалар. Енді 7-ші жаттығу: оқы. Берілген сөйлемдердің мәтін құрамайтынын дәлелдеп көр дейді балалар. Балалар, бұл жерде Бауыржан түскі үзілісте асханаға барды. Досжанның мінезі ашық. Жания кітабын күтіп ұстайды. Ол кимелеп кезекте тұрғандардың арасына кіріп кетті. Санжар өлеңді мәнерлеп оқыды. Кезекте тұрғандар реніш білдірді. Марғұлан мектеп алдында ұзақ тұрды. Бірақ Бауыржан түк естімегендей тұра берді. Балалар, мінекей бір-бірімен байланыспайтын бірнеше сөйлемдер оқыдық. Бұл сөйлемдер ешқандай жағдайда мәтін бола алмайды екен. Дәл осы тұрысында ешқандай мәтін бола алмайды, себебі біз бұл сөйлемдерден ешқандай бір ой түйіндей алмадық. Ешқандай да бір белгілі бір жаңағыдай ойды білдіретін мәтін оқи алмадық. Сол себепті бұл мәтін бола алмайды. Ал мәтін дегеніміз не еді балалар? Сөйлемдері өзара байланысу керек. Мәтіннің өзара байланысып белгілі бір ойды білдіру керек балалар. Енді келесі сұрақ: сөйлемдердің ішінен мәтін құрайтындарын көшіріп жаз дейді. Балалар, бұл жерде Бауыржан түскі үзілісте асханаға барды. Ол кимелеп кезекте тұрғандардың арасына кіріп кетті. Кезекте тұрғандар реніш білдірді. Бірақ Бауыржан түк естімегендей тұра берді. Мінекей балалар, біз мәтіннің ішінен осы сөйлемдерді теріп алып, белгілі бір жаңағыдай шағын мәтін құрай аламыз балалар. Ал бірақ осы тұрысында ешқандай мәтінді өзгертпестен дәл осылай оқысақ, біз бірақ ешқандай мәтін құрай алмаймыз, ешқандай ойды түсіне алмайды екенбіз. Енді құраған мәтіннің тақырыбын анықта, мәтінге ат қой дейді. Балалар, біз қазір ғана мәтін құрадық. Бұл жерде тақырып дегеніміз не еді? Жаңа оқығандай мәтінде баяндалатын оқиға мен ойдың түйіні. Ал біз мәтінде нені баяндадық? Яғни Бауыржан деген бала түскі үзіліс уақытта асханаға келеді. Бірақ та асханада өте көп кезек болады. Ал ол кезекке тұрмай, басқаларды қағып, соғып, кимелеп арасынан өтіп кетеді. Ал оған басқалар реніш білдіреді. Ал бірақ та Бауыржан түк білмегендей тұра береді. Бұл жерде біз жаңағыдай бір әдепсіз қылықты көріп тұрмыз. Бұл жерде Бауыржан
ең соңынан басқалар сияқты кезекте тұрып өзінің кезегін күту керек еді. Ал енді біз осы бойынша жаңағыдай тақырып қоюымыз керек балалар. Біз бұл жерге қандай тақырып қоя аламыз? Бауыржанның әдепсіздігі деп тақырып қоюымызға болады, немесе әдепсіздік деп тақырып қойсақ болады. Мінекей осындай бірнеше тақырып қоюымызға болады. Ал балалар, сендер қандай тақырып қояр едіңдер өздерің? Мінекей балалар, біз осымен біздің 7-ші жаттығуымызды аяқтадық. Енді 8-ші жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы дейді. Өлеңіміздің тақырыбы қандай екен балалар? Білімді ізде еңбектен. Білім терең теңіз бе? Білім еңбек егіз бе? Рухани азығым осы екеуі теңізде. Дейді атам, білімді еңбекпенен сен ізде. Қай тармақтарда автор айтқысы келген басты пікір берілген дейді. Балалар, бұл жерде дейді атам, білімді еңбекпенен сен ізде. Яғни бұл сөздің мағынасы білімді еңбекпен іздеу керек. Еңбектеніп, біз білімді еңбектену арқылы жинайды екенбіз. Енді өлеңнің атты негізгі ойды беріп тұрғанын дәлелде дейді. Балалар, бұл жерде негізгі ойды дәл осы тармақ береді, яғни біз білім алу үшін еңбектенуіміз керек, Ал тақырыбымыз білімді ізде еңбектен деп тұр, яғни бұл екеуі жаңағыдай сәйкес келіп тұр. Негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемді көшіріп жаз дейді. Олай болса, балалар, дәл осы сөйлемді көшіріп жазамыз. Енді келесі ереже. Мәтіндегі негізгі ой автор айтқысы келген басты пікір дейді. 9-шы жаттығу. Мәтінді оқы. Уәде қасиетті серт. Сыныптасым Гүлжан екеуміз жалғыз тұратын Майра әжейге көмектесуді ұйғардық. Үйді жинап, дүкеннен керек жарақтарын әкеліп бердік. Ол кісі бізге риза болып батасын берді. Өзімен бірге шай ішуімізді өтінді. Біз сыныптастарымызға киноға баруға уәде беріп қойғанымызды айттық. Майра әжей, дұрыс қарақтарым. Уәде қасиетті серт. Уәделеріңде тұрсаңдар, қадірлерің артады, деді. Балалар, мінекей мәтінімізді оқып шықтық. Енді тапсырмаларға назар аударамыз. Мәтін тақырыбы мен негізгі ойды анықта дейді балалар. Балалар, бұл жердегі ең негізгі ойымыз бізде жаңағыдай уәдеде тұрудың маңыздылығы туралы айтылып тұр. Яғни біз біреуге уәде берсек, оны міндетті түрде жасауымыз керек. Және де қолымыздан келмейтін нәрсеге біз ешқашан уәде бермеуіміз керек екен. Балалар, егерде біз уәде беріп, ол уәдемізде тұрмайтын болсақ, біздің басқалардың алдында қадіріміз түседі екен балалар. Сол үшін біз әрдайым уәдені тек орындай алатын кезде ғана беруіміз керек. Өзіміздің орындай алатынымызға сенімді болған кезде беруіміз керек. Әйтпесе, біз ол уәдемізді орындай алмай, уәдемізде тұра алмай, ұятқа қалып қалуымыз мүмкін. Енді және де мінекей Майра әже айтқандай, уәделеріңде тұрсаңдар, қадірлерің артады дейді. Дұрыс айтады, себебі біз уәдемізде тұрсақ, біз басқалардың алдында қадіріміз артады, яғни біз басқалар үшін сенімді адам болады екенбіз. Яғни кез келген нәрсесін сеніп тапсыра алатын, жаңағыдай сенімді адам бола алады екенбіз, қадірлі адам болады екенбіз. Яғни мәтінде уәдеде тұрудың қандай маңызды екендігі, уәдеде тұру керек екендігі айтылады. Және де әжейдің жауабын қайталап оқы дейді. Осы жауапта 2 нақыл сөз бар, соны тауып көшіріп жаз дейді. Балалар, Майра әжейдің сөзін қайталап оқимыз. Дұрыс қарақтарым, уәде қасиетті серт, уәделеріңде тұрыңдар, қадірлерің артады. Мінекей осылай Майра әжеміз айтқан екен. Бұл жерден 2 нақыл сөз көре аламыз. Яғни бұл уәде қасиетті серт. Екіншісі, уәделеріңде тұрсаңдар, қадірлерің артады. Мінекей осындай нақыл сөздерді айтқан екен балалар. Балалар, осымен біздің 38-ші сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.